Халық егер тып-тыныш отырар болса, домбырам ести береді деп ойлайсың ба? Сен, Дидар, мен ерігіп жүр дейсің бе? Менің ан жақта жұмысым барын білмейсің бе? Үйтетін болсаң, өзіңнің стойкаңды алып жүрмейсің бе? Кәдімгі нормальші отыр, я? Сонда не сен үйтіп жарты сағат арнап айтқанда қасыңда стол бұрсақ тұр дейсің бе? Аталы сөз айтады десем, мына сені мені атаңнан қалып кеткен құл дейсің бе? Жасымнан бірге өскен құрдасымен енді кеп мындай өлең толғайсың ба? Сонда сен досың үшін әлібек ау, жарты сағат тұрып бере алмайсың ба? Өлең шығарып жатырсың, ой келгесін. Хамоймын наурыз шығып кетті ма, май келгесін. Міне, Дидар, Наурыз мырзадан сізге $100. Кетесіз да, мында саласыз. Симасы айтасыңдар ғой. Көрдің Шыңғыстың достарының бәрі мықты, менің досым мынандай амал қанша Менің де қадірімді білесің дәл. Өмірлердің әртүрлі күресі бар. Сенің қасында әзілдеп сөзіңе пас беріп тұрған, сенің абыройында менің де үлесім бар. Екі дүниеде жамандық көрмеңіз, дүние үшін терлеңіз. $100 бергендер рахмет, аман болсын жеңгеміз. Еріңдер, сеніңдер, ақша бермегендер маған хотя бы шапалақ беріңдер. Жігіттер тұрып келді сол бір жерден, жүзіңді көргенден соң солғын келген. Жігіттерге рахмет, ақын түгіл, стойкының өзіне доллар берген. Бауырым, мен сені құрдас деп сөзіңді қоштаймын ғой. Үйтіп күле берсең микрофонды тастаймын ғой. Мен кешегі құлагердің құлынымын, біреуден асам, біреуден аспаймын ғой. Бірақ мен сен құсап, ешқашан досымның қадірін шашпаймын ғой. Стойкымның өзі битті деп қоясың. Мен де соғысты бастасам бастаймын ғой. Мен стойка болып тұрып осылай сөйлетіп жатырмын. Ақын болсам вообще аузымды аштыртпай тастаймын ғой. Мен бастағанмын. Дидар 5 минут айтты кетеді, ал мен енді сіздермен қош қаламын. Мына жақтағылардың бәрі ақшаны Дидарға бердіңдер. Мен қалай ақиқаттан жасқанамын. Қайта мына жақтан жігіттер шығып, рахмет сендерге мені көтеріп тастағаны. Енді мына жақ ренжімеңдер, мен тойды чисто мына жаққа қарап бастағанмын. Ассалаумағалейкум, менің құрметті қонақтарым. Асаба сіздерге қарап терлейді ме? Қызыл тілін қылыштай сермейді ме? Что-то мұн жақтарға қайындар. Неге мені тартып алдың екі шаққа, мынау ақша жетеді жарты шаққа деп бірақ о жақ түгілмен ғой қалды. Мен вообще ақша алып үйренбегім. Мына жақ айтады, ренжіме, чисто осы жаққа басқа.